Шалқар ауданының тұрғындарының көтеріп жатқан мәселелерінің бірі Шалқар көлдің жағдайы, оны бұрынғы қалпына келтіру. Енді қай жұмыс болса да ол мамандардың күшімен, сарапшылардың күшімен жүргізілу керек. Солардың қорытындысы шығарылғаннан кейін біздер іс-шаралардың жоспарларымызды бекітуіміз керек. Ал енді былтыр өздерің білесіңдер, біз жергілікті бюджеттен қаражат бөліп жобалау жұмыстарын аяқтадық. Сарапшылар өздерінің қорытындыларын шығарды. Енді биыл үкіметтен қолдау тауып, біраз қаржы бөлініп, олай 2 жылға созылатын жоба, енді соның іске асырылуы биылдан басталатын жағдайы бар. Бірақ соның сапалы түрде, қарқын түрде өткізілуін енді қадағалау, бақылау мердігерлерден бастап өзіміздің мына атқарушы органдардың құзыретінде. Енді соған байланысты мына жұмыстардың басталуының қарсаңында мына өздеріңізді жинап, тағы да өзіміздің осы жұмыс кестесін нақтылап алайық деген мәселемен өздеріңізді шақырып отыр едім.